баршамызға құтты болсын. Мамырдың майтоңғысыз мамыражай күнінде астаналықтар аспан астын дүбірлі думанға бөледі. Адам ата Хауанадан тараған, бір құдайға қараған әр текті қауым қауқылдасып қауышты, жарқылдасып табысты. Жүректі жылытып санаға сәуле түсіретін жүздесуді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ұйымдастырған. Торқалы тойда 4 түрлі себеп тоғысыпты. Біріншіден, биыл діни басқарманың өз алдына бөлек отау құрғанына 35 жыл болды. Екіншіден, ассамблеяның ашылғанына 30 жыл толды. Үшіншіден, көктемнің көкөзек шағында әз наурызды қарсы алып, жаңа жылға аяқ бастық. Төртіншіден, бірлік күні де кең көлемде дәріптеуге лайық мереке. Дегенмен басқосудың басты мақсаты күнтізбедегі мерейлі даталарды тізіп шығу емес, қазақтың мұсылманшылық мұрасын жаңғыртып, сандықтағы сары алтындай салтын сақтауға септесу. Өйткені дін мен дәстүр бір-бірімен біте қайнасқан, дүр қамшының қайысындай жымдасып өрілген егіз ұғымдар. Біздің жалпы ұстанымымыз Алланың діні исламды кеңінен елге насихаттау, сондай-ақ қазақ халқының құндылықтарын елге кеңінен насихаттау біздің негізгі жұмыстарымыздың бірі. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы өткен жылдарда арнайы дін мен дәстүр бөлімін аштық. Осы дін мен дәстүр бөлімі ашудағы мақсатымыз біздің ғасырлар бойы ислам менен дәстүріміздің сабақтасып кеткені баршамызға белгілі. Сонан тағы да кеңінен насихаттау үшін осындай үлкен шараларды осы біздің бөліміміз ұйымдастырып жатыр. Әрине өкінішке орай кейде ислам дінін жамылған кейбір азаматтар біздің ислам дініміз қолдайтын дәстүрлерімізді жоққа шығарғысы келеді. Соның алдын алуымыз керек. КМДБ осы олқылықтың орнын толтыруды ойлап, қазақтың әдет ғұрпын жан-жақты насихаттауға ерекше көңіл бөледі. Қадірлі жиылған қауым, құрметті қонақтар, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы осыдан 35 жыл бұрын, нақты айтсақ 1990 жылы 12 қаңтарда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы болып, республикалық ислами діни бірлестік болып тіркелген еді. Мінеке бүгін осы жылы 35 жылдықты біз әр шарамызда атап келе жатырмыз. Біздің мемлекет басшысы қадірлі Қасым-Жомарт Кемелұлы республикалық имамдар форумы муфтияттың 30 жылдығына арналған шарасында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қызметкерлері, дін қызметкерлері, имам ұстаздардың ел бірлігіне, ынтымағына үлкен үлес қосты деп айтқан болатын. Спорттық ойындар жүріп жатыр. Ортада керемет ақ жаулығын, мінекей кимешек киінген аяулы асыл аналарымыз кереметтей өздерінің тәтті дәмдерін ұсынып, арасында қыз келіншектер мінекей әсем әнін салып, мына жақта келіп жатқан қонақтар алтыбақан теуіп, әртүрлі міне іс-шаралар осылай жалғаса берсін. Көзден кетсе де көңілден көлеңкесі өшпеген сан алуан салт дәстүр көріністері сахнаның сәнін келтірді. Мысалы, ақ жаулықты аналар театрландырылған қойылымда сәбиді бесікке бөлу жосығын көрсетіп, оның жөргегі, тартпалары, астындағы тесігі, шүмегі, түбегі қандай қызмет атқаратынын айтып берді. Ал қыз баланың әшекейі қазақы тағылымның қайнар көзі. Ата-бабамыз қырмызыдай құлпыртып өсірген қыздарына қос етек көйлек кигізіп, алдынан алқа, күмістен шашбау таққан, қос бұрымын сәндеп өрген. Ұрпақ қамын жеген халық үшін бұл да бір ұлағатты тәлім тәрбие. Үлкенге құрмет, кішіге ізет те дін мен дәстүрде қатар құпталатын амал. Жақсы тайды баптасаң, ат болары ақиқат. Ағайынды мақтасаң, жақ болары ақиқат. Үлкендерден баталсаң, бақ қонары ақиқат дейді. Үлкендердің жасын берсін, жақсылығын берсін. Спорт сайыстары да тойдың көрігін қыздырды. Нағыз апайтөс алыптар арқан тартысы байқасты. Жоны бір жалпақ жотадай, мойны бір жуан бұқадай, балуаннан нөкер барлатып күреске салар мекенбіз деген ақтан берді жыраудың арман орындалғандай күй кештік. Тағы бір жерде әні мен сәні жарасып алтыбақан тебіліп жатты. Құдды бір абай жолының ішінде жүргендейсің. Осылайша ғимарат алды, ғибратты оқиғалардың ортасына айналды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында
бүкіл мұсылман әлемінің шаңырағы. Бүгін міне діни басқарманың алдында үлкен әз наурыз бірлік күніне ұйымдастырылып жатыр. Енді бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұйымдастыруымен болып жатқан бұл шараның үлкен ерекшеліктері бар. Бұл жерде міне қазір көріп жатқан болсаңыздар, басқа этнос өкілдері қатысып жатыр, қаншама басқа дін өкілдері де бар қатысып жатыр. Яғни бірліктің символы осы болып табылады. Сондықтан бүкіл қазақстандықтарды бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Осындай бірлік болса, әр қашанда әділетті және қуатты Қазақстанды бірге құрамыз. Батыс пен шығыстың қақ ортасында мұсылмандық, христиандық, буддизм тоғысқан жерде маңызды геосаяси аймақта орналасқан елімізге ішкі тұрақтылық ауадай қажет. Сонау 90-шы жылдары кейбір сарапшылар 100-ден астам диаспора мекендейтін Қазақстанды алауыздық ошағы болады деп болжаған екен. Аллаға шүкір, уақыттың өзі ондай жорамалдарды жоққа шығарды. Қайта тағдыр тауқыметін тартып, Қызыл империяның текпінімен жер аударылған диаспоралар қазір қазақ ұлтының төңірегіне топтасып отыр. Президентіміз Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Ассамблеясының биылғы 34-ші мерекелік сессиясында жұртымыз үшін ең үлкен марапат елдің тыныштығы. Шын мәнінде қоғамда татулық болмаса, басқа жұмыстың бәрі бекер болмақ. Бүгін біз мінекей әртүрлі ұлт өкілдері бүгін жиналып, және әртүрлі конфессия өкілдері келіп, қазақ елінде біз бір ауылдың тұрғындарымыз, біздің ауызбіршілігіміз бір деп тағы да паш етіп көрсетіп тұрмыз. Алла қаласа, осы елдің бірлігі үшін ары қарай бірге өздеріңізбен қызмет ете береміз деп сенеміз. Алла тағала соны нәсіп етсін. Қасиетті Құран-ы Кәрімде Алла тағала айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Уa'тасиму бихаблиллахи жами'a ва ла тафаррақу." Алланың дінінен, жібінен мекем ұстап, бөлінбеңдер дейді. Құран-ы Кәрімде адам баласының жаратылысында жәннатта адам және Хауа жаралып, одан кейін олардың ұрпағы жер бетінде өрбеген сияқты біз жер бетіндегі бүкіл халық, әкеміз адам, анамыз Хауа деп танып, бірлігімізді нығайтуымызды Құран-ы Кәрімде Алла тағала баршамызға жеткізген. Сондай-ақ пайғамбарымыз да, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, хадис шәрифінде, бір елде тыныштық орнағаннан кейін, келісім болғаннан кейін, басқа бір ұлтты немесе басқа дін өкілдігін кемсітіп, оларға зиян жасамаңдар дейді. Егер зиян жасалса, ол адам жәннаттың иісін де сезбейді деген пайғамбарымыздың өсиеті бар. Сондықтан барлығымыз бір-бірімізге дос болайық, бауыр болайық, бірлікке қызмет етейік. Қазақ рухани татулықты қолдайтын, өзге дін өкілі деп өңменнен итермей, қоян қолтық араласып өмір сүретін халық. Қас дұшпаны болмаса, қасқая қарсы тұрып алысуға емес, қалауын тауып келісуге көбірек бейім. Неге десеңіз, толеранттылық ұлт психологиясымен үндес ұғым. Мұндай бауырмалдықтың тамыры тереңде жатыр. Дінаралық диалог дархан далада ғасырлар бойы көрініс тапқан. Сондықтан біздің толеранттылық туралы идеямыз көктен сауып, жерден тауып алған тың идея емес, ұлттың болмысына әбден сіңген, ата-бабамыз салып кеткен сара соқпақ. Баба тарихтан басталған үрдістер ғана жаңа тарихқа жол тартпақ. Бүгін міне жақсы көрініс көріп жатырмыз. Дін мен дәстүрдің сабақтастығын ғасырлар бойы жалғасып келе жатқанын көріп жатырмыз. Енді біздің халқымыз ислам қабылдағаннан бастап, таң атқаннан кешке дейін Алланың атымен түнде оянса Аллаға жәбіреніп, сөйтіп барлық өзінің тірлік тұрмысын осы дінмен, исламмен байланыстырып келе жатыр. Жаңағы дәстүрді көрдік, оның бәрі де біздің дінмен де байланысып жатыр. Дін деген біздің рухани азығымыз, біздің тірегіміз, халқымыздың тірегі. Сондықтан бұл да көріністер мінекей тамаша көрініс болып жатыр. Бұл да бір үлкен бір халқымыздың бір бөлігі, ажырамас. Бірлігіміздің, ынтымағымыздың бұл да бір белгісі.
Қалай толғансақ та, қалай тебіренсек те артық болмайтын бір ақиқат бар. Көп ұлтты, көп конфессиялы еліміз ішкі даудың, сыртқы жаудың тұзағына тұтылмай, ешқандай қан төгіссіз тарихтың тар көпірінен таймай өтті. Бірақ қазақтың төзімділігі шарасыз көнбістік емес, парасатты мәмілегерлік. Ашылып келгенге алақан, жұмылып келгенге жұдырық дейтін қағида тұла бойымызға туа біткен қасиет. Ассалаумағалейкум, құрметті жиналған көпшілік. Ең алдымен осындай мерекелік шараға қатысып отырғаным үшін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы құрметті Хазірет, өзіңізге алғыс білдіремін. Біріккен Араб Әмірліктерінің Астанадағы елшілігі Қазақстанда өтетін барлық іс-шараға белсенді қатысады. Біз соның ішінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы шақырған іс-шаралардан да қалмауға тырысамыз. Сіздерге біздің елшіміз Мұхаммед Әл-Арики мырза бауырластық сәлем жолдап, ұлттық мерекелеріңіз Наурызбен шын жүректен құттықтайды. Екі елдің дамуы қарқындап, ынтымағымыз арта берсін. Қазақтың жері кең, көңілі одан да кең. Жақында ұлттық статистика бюросы елімізде тұратын ең көп 10 ұлт туралы деректер жариялады. Қазақстан халқының жалпы саны 20 миллион 316 мың 155 адам. Оның ішінде қазақтар 14 миллион 456 мың 709, орыстар 2 миллион 963 мың 938, өзбектер 678 мың 487, украиндар 371 мың 807, ұйғырлар 305 мың 648, немістер 223 мың 272, татарлар 218 мың 926, әзербайжандар 155 мың 364, кәрістер 120 мың 686, түріктер 91 мың 732. Бір шаңырақ астында осыншама қауым бір атаның баласындай тату-тәтті ғұмыр кешеді. Себебі қазақ айтпақшы, бір қолдың 5 саусағы жұмылса ғана жұдырық, жеке тұрса қылдырық, жарылғанды жау алады, бөлінгенді бөрі жейді. Сіздер қай мәдени орталықтан келдіңіз? Мен мәдени орталық Татар-Башқұртстан деген орталықтан келдім. Сіздер бәріңіз бір орталықтан ба? Сіз қайсыдан келдіңіз? Дүнген. Дүнген. Сіз? Қарақалпақ. Енді барлығымыз не дейміз? Ұрыс құтты болсын. Алла Тағаланың өзі Құранда айтады ғой, Алла Тағаланың жолында бірігіңіздер, бірігіп, бөлініп кетпеңіздер деген сөзіне бүкіл осы Наурыз мерекемізде, мына бүгінгі бірлік күні де соған сәйкес. Сол үшін біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының негізге ұстанатын сол жолы салт дәстүрімен бірге дініміздің құндылықтарын халыққа жеткізу, соны дәріптеу, соны уағыздау болып табылады. Сол бүгінгі мына діни басқарманың алдында соның бір көрінісі, елімізді құттықтаймыз, қазақ елі аман болсын, тәуелсіздігіміз баянды болсын, осындай жақсы күндерге қауыша берейік. Біз ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы байырғы қазақ жерінде мемлекет құра отырып деп басталатын Конституцияда наным сенім еркіндігіне кепілдік беріледі. Ақсың ба, қарасың ба, христиансың ба, мұсылмансың ба, заң алдында бәрі бірдей. Діни дүрдараздыққа жол жоқ. Ырықтан құрық әкетіп, алауыздықты өршітуге тыйым салынады. 2011 жылы 11 қабылданған заңда азаматтардың дін бостандығы қатаң қорғалады. Глубоко уважаемый Верховный муфтий Хазірет. Аса құрметті бас муфти Наурызбай Қажы Хазірет. Қадірлі достар, мереке қонақтары, бүгінгі салтанатты жиынға шақырту алғанымыз үшін өте қуаныштымыз. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың салиқалы саясатымен Қазақстанда мұсылмандар, православтар, лютерандар, католиктер және әртүрлі ұлт өкілдері өзара сыйластық, бейбітшілік жағдайында өмір сүріп келеді. Бүгін осы мүмкіндікті пайдаланып, еліміздегі мұсылман жамағатын Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 35 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Ұлы даланы мекендеп жыл маусымдарының қас-қабағымен санасқан, аспан шырақтарын бақылап, төрт түлік малды тіршілігіне тірек еткен көшпелілер есте жоқ ескі заманнан бері күн мен түннің теңесер шағын жыл басына балайды. Жер дүниенің жаңғырар сәт екенін терең түсінеді. Сол күні ұлыстың ұлы күні деп атайды. Ұлыс күнінде барша жан иесі қуаныш құшағында,
жанды жансыз атаулы жадырап, жаздың лебін сезінеді. Бал мен базар қылып той тойлаған өпәлі айқай заман, ұйқой заман. Жед ұшақ Қытай қазанда ета соғып, болыски самауылда шай қайнаған. Ауыл жатырды жасап ашады. Атасының дәстүрін мақсат бөліп, қызыт қазақ қадайды қыл басынан, вақтыдып шашуын сақ-сақ күліп, ауыл жатырды жасап ашады. Мерекелік іс-шарада мүфтият ұжымы меймандарға жағалай тігілген ақшаңқан киіз үйлерді аралатты. Мәртебелі қонақтар әр отауға жеке-жеке бас сұғып, дастарханның төрін толтырып отырды. Бағыздағы байдың үйіндей бапталған әр шаңырақ астында қазақтың кәделі жөн жоралғылары атқарылып жатыр. Ұзақ ғұмыр бер, зор денсаулық бер, кәміл иман бер, қадамы исламда нық болу нәсіп, ғалым, ғұлама, қари, фақih, әлемге әйгілі болу нәсіп, ата-анасының көзайына елінің мақтанышын осылаймен. Қаз балам, қаз балам, қадам бассаң мәз болам. Шүфін шу яқты. Сау. Өз алсын. Шүфін шу яқты. Айтпақшы, киіз үйдің дөңгелек пошымында зор мағына бар. Қазақтың өмір сүру салты текетірестерді айналып өтіп мәміле жасауға, ортақ жұмысқа бірдей жұмылып, бейбіт қарым-қатынас құруға негізделген. Конфликтология ғылымында бұл ұстаным үшкір бұрыштары жоқ философия деп аталады. Біз қазақ мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз, досымызды сақтай білген елміз, дәм-тұзды ақтай білген елміз деген ата-бабамызда бұрышы жоқ киіз үйде өсіп өнген. Қара түгіл қаһарлы ханның өзін есігінен еңкейтіп енгізетін киіз үйдің достық рәуішке жол ашатын қасиетін ұйымдастырушылар ұмытпапты. Жаман болсаң кәрлерсің, суға кетіп сәулем ай. Жақсы демалып, жақсы тамашалап, осындай қызықтап, бала-шағаларымыздың спорттық ойындарын көрсетіп, осы өнер мәдениет өнерлерінде тамашалап, осындай жақсы демалыстар өткізіп жатырмыз. Сондықтан көптен көп рахмет. Осы бірлігіміз арта берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тек қана жақсылықта Алла тағаланың қолдауымен, қорғауымен жүре берейік. Бүгін керемет шара өтіп жатыр. Мүфтияттың ұйымдастыруымен, діни басқармамыздың ұйымдастыруымен 35 жылғы құтты болсын. Баршамызға Наурыз мерекесі берекесімен келсін. Наурыз құтты болсын. Сенімдер шарпысса, адамдар тартысады. Шарпыстырмайтын, тартыстырмайтын жалғыз амал қоғамдағы рухани келісімді сақтау, адамзаттың бәрін бауырым деп сүйдеген абай ақылына иек арту. Жер бетіндегі өркениет өкілдері бір-бірімен етене танысса, бір-бірінің дүние танымымен санасса, бейбітшілік сонда орнайды. Майқы би туралы мақалды сәл өзгертіп, мағынасын майыстырып айтсақ, түгел діннің, түгел жұрттың түбі бір, түп қазығы татулық деп түйіндер едік. Көтерейін білекті, нұрға бөліп жүректі. Қазақ еліме бата берейін ағынан айтып тілекті. Бірлігіміз нық болсын, байлығымыз құт болсын. Рухы биік, текті қазағымның саны көбейіп, қара орманда ел жұрт болсын. Көсегеміз көгерсін, тереземіз теңелсін. Төрткүл дүние төрінде терезеңіз теңелсін. Көгімізде күн болсын, жерімізде нұр болсын, ұрпақтарымыздың, бала-шағаларымыздың бағы жансын, өздері қалаған білімін алсын, тілін, дінін, салт-дәстүрін сақтап, он саусақтарынан өнері тамсын. Мәдениетіміз мәнді болсын, тұрмысымыз сәнді болсын. Бәрін айтпай бірін айтайын, киелі қазақ жерімде бейбіт өмір мәңгі болсын. Наурыз мерекесі құтты болсын.